ертеде бір торғай біреудің ауласына ұшып келіп, шашылған дәнді шоқи бастайды. Торғайды сол үйдің мысығы көріп қояды. Орманды аралап келем жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді. Таңертең балақай ояу жатып, ас үй жатқан ажыраған дауыстарды естіді. Әкесі мен шешесі денеге ренжулі екен, міне арқылы жеткен жерін. Оның барлық қолат қайнауына боран үрлеп тастаған сүрі қардың әлі мұрты да бұзылмаған, тек күнге беткелерін әжім жондары жалаңаштап көктемі күн шуағын. Стокгольм қаласында кәдімгі көшелердің бірінде қарапайым үйде Сванлитосын фамилия қарапайым швед отбасы тұрады. Бұл отбасында қарапайым әке мен Стокгольм қаласында кәдімгі көшелердің бірінде қарапайым үйде Сванлитосын фамилиялы қарапайым швед отбасы тұрады. Бұл отбасында да қарапайым әке мен ана және қарапайым 3 бала Босси, Бетан және Балақай бар. Мен тіпті де қарапайым бала емеспін дейді Балақай. Мұнысы әрине өтірік. Жер бетінде құлақтар жыпырлаған қаншама үй сыйып тұр десеңізші. Осы үйлердің де үлкен кішісі көрікті көріксізі болады. Бірі еңселі, бірі сәулетті болса да Стокгольм қаласында кәдімгі көшелердің бірінде қарапайым үйде Свантессон фамилиясы қарапайым швед отбасы тұрады. Бұл отбасында да қарапайым әке мен ана және қарапайым 3 бала Босси, Бетан және Балақай бар. Мен тіпті де қарапайым бала емеспін дейді Балақай. Мұнысы әрине өтірік. Жер бетінде құлақтары кір болып, шалбарының кендігі сондай, оған жыпырлаған қаншама үй сыйып тұр десеңізші. Осы үйлердің де үлкен кішісі көрікті көріксізі болады. Бірі еңселі, бірі сәулетті болады. Енді бірі мұжырайып құлағы